Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді ауызда еритін шоколадный сметанный пирог жасаймыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді және ерекше шығады. Ол үшін бізге 80-100 граммдай жұмсақ сливочный масло керек. Үстіне 150 граммдай ұн саламыз. Жақсылап үгітіп бір-бірімен араластырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхлитель, 1 столовая ложка қант саламыз. Сосын 1 жұмыртқа, 1-2 қасықтай сметана салып, жақсылап жұмсақ етіп араластырамыз да жұмсақ қамыр илеп 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді ішіндегі жаңа шоколадный сметанный начинкасын дайындаймыз. Начинкаға 2 жұмыртқа қосамыз, 100 грамм, 50 граммдай өздеріңіздің дәміңізге қарай қант қосамыз. Толтырып 3 столовая ложка сметана қосамыз. 100 грамм 1 плитка шоколадты ерітіп қосамыз. Сосын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жаңа холодильниктегі қамырымызды жайып, формаға салып, осылай вилкалармен кесіп аламыз да, начинкамызды салып, қызып тұрған духовкада 175-180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Енді осыны холодильникте суытып, 1-2 сағатқа қойып суытып аласыздар да ұсына бересіздер. Өте дәмді, ерекше шығады.